Анама видеома қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Тока Айкос және де достар, бүгін менде қалалық келіннің 4-ші бөлімі. Сіздер мені қолдап, лайк басып, тіркеліп, колокольчикті басып, және де комментарий жазып кетсеңіздер. Комментарий әрбір видеоларды аз, сол үшін комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ал енді біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Саған күшті екен. Мен бұндай үйлерді қатты жақсы көремін, және де армандап жүргем осындай экипажный үйлерді. Бұл күшті үй. Итак, мен өзім әрес телефоннан қарап таңдадым. Жарайды, онда крик. Енді бісміллә деп заттарыңды орналастырып, комнаталарыңды таңдаңдар. Мен де заттарыңды орналастырыңдар, мен кішкене мызғып алайын. Жарайды. Такс, мамаға айтайын, заттарды орналастырып болғанбыз. Мама, біз заттарды орналастырып болдық. Жақсы болды. Енді отырып бір шай ішейікші, ана келіндерге шай қойсыңдаршы. Жарайды, қазір айтам. Шабысынқалар сендерге шай қойсын дейді. Мама айтады. Жарайды, қазір құямыз өзіміз. Пока что кішкене демала тұрайықшы, жол жүріп кішкене шаршақаппыз. Шынымен де шаршақаппыз, сол кішкене демалайық, сосын шай қоямыз. Айтып берем, айтпесе. Айтпаш, пожалуйста, жан. Окей, айтпайым. Бірақ тез жасаңдар, айтпесе мама ұрсады ғой, білесіңдер ғой, ашуланады ғой. Такс құрсын, онда іске кірсек, айтпесе ұрсады. Мен ыдыстарды қоя берейін, сіздер тағам жасай беріңіздер. Сөйтейік. Біз тамақ ішсек, стөл дайындайық кәдімгі тиіп. Давай. Такс, сендер отыра тұрыңдар, мен қазір апаны шақырып келейін, шай ішеміз деп. Апа, шай ішеміз, жүріңіз. Міне жақсы болды, енді дұрыс. Қатты шай ішкім деп барады. Барлығыңызға ас болсын. Рахмет. Құрысын, болды, жатыңдар. Ертең нетеміз, бір жаққа баратын жарым, может. Көрем әйтеуір. Жатыңдар, қане стөл жинаңдар, келін дер дегенде ше. Үйрен қаппын, просто келін деп. Енді жинаңдар, тесте стөлді жинап, сосын сендер де жатыңдар, ұлдар да жатыңдар, короче, барлықтарың бірге жат. Так, кеше стөлді жинадым екен айғаным. Мен айғанымға айтып едім ғой, не мынау? Өлтіреді, қазір тесте жинапса көріп. Ол қыз тұрсын, мен осыдан жанын шығарам оны. Қайта жинап үлгердім. Осыдан қазір тұрсын, жанын шығарам. Қайырлы таң, жеңге. Қайырлы таң. Мен саған бірдеме айтуым керек, кеш отырш. Не болып қалды? Сен кеше мен саған айтып едім ғой, стөлді жина деп, сен неме жинамағасың, мен ұмытып кетіппін, просто мен ұйықта қалғам ғой, телефон қарап. Просто жағын қой, жүр, жинамай қойшы, теңгелерді жинап тастайық деп. Сосын мен соған ойым бөлініп кетті да. Үстіне киіп алған қараш, ондай киім киюге заң жоқ бізде ондай. Не киіп алғасың, қалың. Қазір жаз емес па, немене киіп алғасың, Келесі жолы қайталанбайды, кешірім сұраймын. Өтінем кешіріңізші. Жарайды, осы жолы кешірдім, келесі жолы қайталанатын болса, мен сен мүлдем кешірмеймін. Басқалардың сөзіне құлақ аспа. Просто ренжіп қалушы еді ғой жан, мен бармасам қасына. Бәрі ұйықта қалғанда екеуміз ғана отырдық та, сосын ұйықтайық деді. Сен содан бұрын тез-тез шай ішіп алып жинап тастайтын адамсың ғой? Жоқ, просто жан келді да, тез-тез айтты. Қойшы болды. Сен мен мамам келсе тұратын уақытын. Жан, не болып қалды? Неғып жылап атсың? Жеңге ғой маған ұрысқан. Ойбай, соғында жылап атқан несі? Жеңге ұрса береді ол. Енді саған андай жаман сөз айтса, біреу саған жаман сөз айтса, конечно, көңілің түседі, қойш. Жан, кешірші енді, жыламаш, пожалуйста. Сен жыласың, мен де жылағым келеді. Отырып пөспеш, сен жыламайсың мүлдем. Қашан көрдім, мен өкінсем. Үнемі достарыңмен бірге кет қаласың, мен өкінсем. Достарыңмен кет қаласың, қалада солай болды ғой. Бүгін кетеміз. Бүгін кетеміз ба? Бүгін кетеміз, алақай. Бүгін кетеміз. Бірақ назаттардың барлығын алып кетуіміз керек. Және де комнатамызды біздің, яғни жалғыз ағаш деген бір ауылдан неміз келеді.
В общем, жеңгелеріміздің балалары келеді, осы комнатаны өзгертеді және де біз екеуміз қалаға кетеміз. Ура! Қалаға кетеміз. Мен қаланы қатты сағынып қалдым. Иісін прям мына ауыл ғой, по-любому. Жақсы болды ғой. Енді айтуымыз керек. Билеттер сатып алып қой, иә? Билеттер жарайды, сатып алып қоям. Мен сіздерге бірдеме айтайын деп едім. Айта бер. Құлағымыз сенде, айта бер. Бүгін біз кетеміз, яғни Айғаным екеуміз. Санжар, сенікі жай ма? Келгеніміз енді ғана ғой. Келгендерің енді ғана ғой. Не болды сонша кетуге асығып жатсыңдар? Ойбай, неғып кетесіңдер? Қалмадыңдар ма, кішкене жатпадыңдар ма? Жай ма сендердікі? Ой, просто бір шаруаларымыз шығып қалды. Қалада жұмысымыз бар деген сияқты. Сол шаруалармен кетеміз. Жарайды, енді кете беріңдер, біз қарсы емеспіз ғой. Қатты бауыр басқа еді, енді кетіп бара жатқан несі? Жеңге енді солай болып қалды, өкінішке орай сол кету керек болып тұр да. Өздерің біліңдерші, сендерге кәдімгідей бауыр басқа едім. Мен де бауыр басқалдым кәдімгідей. Неғып біз енді кеше ғана келіп едік қой? Не болды сонша кетем деп асығып тұрсын? Сендерсіз не болады? Отбасымыздың түгел мүшесі болмайды ғой. Дайындалып та қойыпсыңдар ғой. Жарайды енді көреміз. Достар, мен сериалым аяқталды. Бұл сериал өте аз болып қалса кешірім сұраймын. Ал келесі жолы мен кішкене ұзағырақ қылып түсіруге тырысамын. Ал сау болыңыздар, достар. Комментарий жазып, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.